Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода сіздерге Instagram аккаунтты толықтай профиль қалай толтыру қажет, соны көрсететін боламын. Ал алдыңғы видеода сіздерге жаңадан аккаунт ашып көрсеткен болатынмын. Енді қазір сіздерге аккаунтты қалай толтыру керек, солай көрсетіп беремін. Яғни профиль дегеніміз. Мына жерде профильді осылайынан толтырылған, иә. Мысалға бір кісінің кіріп көрейік. Бұл жерде қарасаз орталығы екен. Балаларға арналған шығармашылық білім беру орталығы дейді. Жалпы ол орталық немен айналысады? Сомен жазып қойған, иә. Ұлттық билер, заманауи би, бейнелеу өнері және сызу дейді. Сіздерде осылай өздеріңіз немен айналысасыздар, сол туралы жазып өтулеріңіз керек. Мысалға дамытушы ойындар жасайды екен, банбаниловкалар жасайды екен, және шүкіршілік дәптері деген бар, соны жасайды екен. Дәл осылай сіздерде өздеріңіздің бизнестеріңізге, өздеріңіздің жеке парақшаларыңызға толтыруларыңыз қажет. Ол үшін мына жерде изменить дегенді басамыз. Не сейчас деп өздеріңіз туралы толтырасыздар. Имя деген жерге жазамыз. Мысалға, мужская одежда болса мужская, детская болса детская, женская болса женская деп жазасыздар. Жалпы бұл жерге сіздер не жазасыздар? Өздеріңіздің аты жөндеріңізді, бизнестеріңіздің атын жазасыздар. Дәл осы атаумен сіздерді Инстаграмнан іздейтін болады. Мінекей женская одежда деп жаздым. Біздің Инстаграмымыздың аты одежда опта. Енді о себе дегенге жазамыз. О себе дегенге жаңа биография, әртүрлі стикерлер қойып, смайликтер қойып, жалпы қандай тауарыңыз бар, не ұсына аласыз, адрес жазсаңыз болады. Солай өздеріңіз осы жерге биография деген жерге толықтырып жазып шығасыздар. Енді жаңағы ссылка қоямыз. WhatsApp бизнес деген бар, сол ссылкаларыңызды қойсаңыздар болады. Ол үшін WhatsApp бизнеске кіресіздерде мына тұрған инструменты дегенді басасыздар. Басқан сәтте короткая ссылка дегенді басасыздар. Осы жерден поделиться ссылкой немесе копировать дейсіздер. Осы жерден мен копировать етемін. Скопировано дейді, қайтадан кіреміз. Добавите. Осы жерге басып тұрасыздар, вставить дейсіздерде жаңағы сіздің WhatsApp-ыңыздағы ссылка қойылды. Готово дегенді басасыздар. Міне біздің WhatsApp-ымыздың ссылкасы қойылды. Дәл осылай өздеріңіз кез келген жаңағы Instagram-ыңыз болсын, Facebook болсын, осылай ссылкасын копировать етіп қойып шығасыздар. Назад жүреміз. Переключи на проф-аккаунт. Яғни сіздер өздеріңіздің парақшаларыңызды жаңағындай бизнес аккаунтқа ауыстырасыздар. Кім сіз, неме айналысасыз? Мысалға біз одежда брендті белгілейміз, өйткені біздің аккаунтымыз одежда болғандықтан. Ал егерде сіз өзіңіздің жеке парақшаңыз болса, блогер деп алсаңыз болады. Кім сіз? Может быть, өзіңіздің жеке блогыңыз болса, личный блог деген секілді, солай өздеріңіздің атауларыңызды қоясыздар. Показывать профилі деп немесе көрсетсеңіз де болады, көрсетпеңіз де болады, ол өз еркіңізде. Біз жай аккаунттан бизнес аккаунтқа ауысып жатырмыз. Мына жерге мен өзімнің почтамды жаздым. Сіздерде дәл осылай өздеріңіздің почталарыңызды жазып шығасыздар. Және де КЗ деген жерге телефон номерлеріңізді жазасыздар мына жерге. Адрес компания жазсаңыздар болады. Почта мен номер жазған өте дұрыс болады. Ертең өздеріңізге қажет. Далені басамыз.
Дәл қазір бізде Facebook ашқан жоқпыз, сол себептен пропустить дегенді басамыз. Және де готово дегенді басасыздар. Міне достар, біздің парақшамыз толтырылды деуге болады. Ендігі кезекте мен жаңа женская одежда деп жаздым. Дәл осылай сіздер жазасыздар. Өйткені көп халық мысалға женская одежда деп іздейді. Сол уақытта осылайынан женская одежда деп шығады. Және де соның женіне қай қаладан боласыз, соны жазып қойсаңыздар болады. Профиль толтыру өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты. Ссылкалар қойылды, мына жерге толтырып, адрес толтырып, Каспи Ред бар, Каспи просрочка бар деген секілді өздеріңіз толтырып қойсаңыздар болады. Мына сіздердің бизнес аккаунттарыңыздың толтырылғаны, профильдеріңіздің толтырылғаны өте маңызды рөл ойнайды. Мысалға, қазір мен сіздерге бір женская одежданы бір көрсетіп көрейін. Тараз қаласы, мысалға қараңыздар, мына дүкенде 2,5 мен 3,5 мың теңгенің арасында киімдері бар екен. Леди Шоп Тараз 2500 деп алған. Яғни бұл дүкен Тараз қаласында орналасқан, және көйлектердің бағасы 2500 теңгеден асады. Адресін жазған, және де телеграм чаттың ссылкасын қойған. Және де ешнәрсе жазылмаған, насчет заказа дегенді толтырып номер жазып қойыпты. Осылай жасасаңыздар болады. Мысалыға тағы да Зере Тараз деп алайын. Міне одеждаға байланысты көбінесе жазылмайды. Жұмыс уақыты, адресі, қандай дүкендерде бар екені, адресі, WhatsApp ссылкасы жазылған. Өте оңай. Дәл осылай сіздерді өздеріңіздің аккаунттарыңызға толтырып қойсаңыздар болады. Келесі видеода сіздерге актуально қалай толтырамын, соның жолын көрсететін боламын. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.